Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен өте дәмді панчо деген торттың рецептімен бөлісемін. Ең бірінші бізге 4 жұмыртқа керек. Және де 200 грамм шекерді екіге бөліп саламыз. Бірінші 100 грамм шекерді салып миксерлейміз. Одан кейін сәлден кейін тағы да 100 грамм шекерді салып, тағы да миксерлейміз. «150 мг айран мен 100 мг күнбағыс майын құямыз. Және де тағы да миксерлеп, 200 грамм ұн, 20 грамм какао және 10 грамм қопсытқышты елгезерден өткізіп саламыз. Бірінші жай осылай араластырып, содан кейін барып миксерлейміз. Міне осындай сұйық болып шығу керек. Алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште 20 минут пісіреміз. Бисквит дайын болғанша кремімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге 27-30% 750 грамм қаймақ және 300 грамм шекер қажет. Шекері ерігенше миксерлейміз. Бисквит дайын болды, міне осылай тексеріп аламыз. Бисквитті бірінші осылай домалақ қылып кесеміз. Ал қалғандарын майдалап осылай 4 бұрышты қылып кесеміз. Осындай терең ыдысқа пакетті салып, жаңағы 4 бұрышты бисквиттерді кремге батырып, осының ішіне саламыз. Осылай ортасына банандарды саламыз. Соңына үстіне осы домалақ форманы басамыз. Кейін бетін пакетпен немесе пищевой пленкамен жабамыз. Холодильникке 2 сағатқа немесе 1 күнге қойып қоямыз. Екі сағат өткен соң торттың бетіне өздеріңізге ұнайтын кез келген крем жағасыздар. Және кремнің үстіне шоколад құямыз. Міне панчо торт дайын болды, өте дәмді болып шықты. Дайындап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.